Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін ана тілі пәнінен 91-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсірейік. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, қанша? 5, неше? 7, қанша? 10, қанша? 20, нешінші? 50-ші. Жақсы. Олай болса, суреттерге қарақ. Балалар, неше бал мұздақ көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. 5 бал мұздақ. Келесі неше кітап? Дұрыс айтасыңдар. 4 кітап. Келесі неше қарындаш? Жақсы, жарайсыңдар. 5 қарындаш. Жақсы, балалар. Біз бал мұздақтың, кітаптың және қарындаштың санын айттық, Жақсы, керемет. Келесі бірінші жаттығуға қарақ. Бірінші жаттығу тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда. Мәтінге қарақшы. Мәтіннің тақырыбы бізде 490 деп аталынады. Ал енді 490 деп неліктен аталынып тұр? Қалай ойлайсыңдар? Жақсы, жарайсыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Келесі, олай болса, мәтінді тыңдақ. Түркі халықтарында жылды 490-ға бөледі. Олар қыс 90, жаз 90, шілде 90, күз 90. Мұны жылдың 4 мезгілі дейді. Әр 90-да 3 ай немесе 90 күн болады. 90 деген сөз осыдан шыққан 7 қазына жинағынан алынған. Балалар, мәтін неліктен 490 деп аталынған? Жақсы, жарайсыңдар. Себебі түркі халықтарында жылды 490-ға бөлетіндігі туралы айтылған, Ал енді балалар, әр 90 жыл мезгілі бойынша қалай аталады? Дұрыс айтасыңдар. Қыс, көктем, жаз, күз, Керемет. Келесі мәтіннен неше, қанша сұрақтарына жауап беретін сөздер табақшы. Неше 90? 490. Жақсы. Неше ай? 3 ай. Қанша күн? 90 күн. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі екінші жаттығуға қарақ. Екінші жаттығу. Сұрақтарға жауап жаз. Атың кім? Менің атым Алтынай. Неше жастасың? Мен 7 жастамын. Нешінші сыныпта оқисың? Мен 1-ші сыныпта оқимын. Оқушылар, енді нешінші сұрақтарына жауап беретін сөздердің астын сызайық. Бірінші сөйлемде менің атым Алтынай. Бұл сөйлемде нешінші деген сұрақтарға жауап беретін сөз бар ма? Дұрыс айтасыңдар. Жоқ, Келесі, мен 7 жастамын. Мен неше жастамын? Мен 7 жастамын. Келесі, мен нешінші сыныпта оқимын? Мен 1-ші сыныпта оқимын. Жақсы. Олай болса, балалар, 7 және 1-ші деген сөздердің астын сызып қояйық. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі 3-ші жаттығуға қарайық. 3-ші жаттығу. Ребустарды шеш. Шешуіндегі сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Бірінші, кеме деген сөздің бастапқы 3 әрпін алып тастаймыз. Сол кезде әрпі қалады. Келесі, ешкі. Бастапқы 2 әрпін алып тастаймыз. Сол кезде к буыны қалады. Және к буындарының қосындысы 2 деген сөз шығады. Келесі, ребусқа қарайық. Бірінші суреттен нені көріп тұрмыз?
дұрыс айтасыңдар. Торсық. Соңынан 4 әрпін алып тастаймыз. Сол кезде буыны қалады. Келесі ғы әрпін жалғаймыз. Келесі қарбыз. Бастапқы 4 әрпін алып тастаймыз. Сол кезде ыз деген буын қалады. Сол кезде қандай сөз шығады? 9. Олай болса, 2 және 9 деген сөздермен сөйлем құрайық. Менің 2 лағым бар. Менің 9 қарындашым бар. Жақсы. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.